Петропавлдағы оқушылар сарайында еліміздің әлеуметтік педагогикалық бағыттағы қосымша білім беру ұйымдары басшылары мен орынбасарлары бас қосты. Мұнда республикалық үйлестіру кеңесінің кеңейтілген отырысы өтіп жатыр. Қосымша білім беруді цифрландыру және оқыту процесіне инновациялық технологияларды енгізу семинарды өткізудегі басты мақсат. Семинар мамандардың өзара тәжірибе алмасу мақсатында ұйымдастырылған. Жиында жасанды интеллект, бағдарламалау, астрономия, робототехника және тағы басқа маңызды тақырыптар бойынша бір уақытта 20 шақты шеберлік сағаттары ұйымдастырылды. Оны жергілікті университет, облыс мектептерінің және оқушылар сарайының ұстаздары өткізді. Мәселен, мына шеберлік сағатында балалар алған білімдері негізінде жеміс пен бал негізінде тұмауға қарсы препарат жасап шықты. Менің шеберлік сабағымның тақырыбы терафлюға ұқсас үй жағдайында сусын жасау тақырыбында болды. Яғни мысалы қазіргі кездерде біз балаларды міндетті түрде функционалдық сауаттылықпен үйретіп жатырмыз. Үй жағдайында әртүрлі мысалы жеміс-жидектерді алып, мысалы С витамині бар, солардан жаңағы өз қолдарымен балалар бізде жаңағы сусынды жасатып, кәдімгідей дәріханада сататын терафлюмен бірге салыстырды. Салыстырмалы түрде біздің сабағымызға келген қонақтарымызда өте жақсы жаңағы өздерінің ойларын айтып жатты. Қосымша білім берудің жалпы білім беру жүйесінің құрамдас бөлігі ретінде маңызы зор. Ол балалардың шығармашылық озық идеяларын дамытуға сеп. Қосымша білім беру балалардың алған білімін қабілеттеріне сәйкес іске асыруына көмектеседі. Олардың бойында алғашқы кәсіби білім дағдыларын қалыптастырады. Соңғы жылдары елімізде қосымша білім беру жүйесі дамып келеді. Оны бүгінгі жиынға келіп отырған қатысушылардың санынан ақ көруге болады. 200-ге жуық педагогтың 70-і еліміздің әр облысынан келген. Қазіргі заманауи талаптарға сәйкес мынау бағдарламаларды жаһандандыру, балаларға цифрлық бағдарламалар бойынша сабақ өтіп, сол бағдарламалар іске асыру, тәжірибелерде пайдалану. Республикалық үйлестіру кеңесінің отырысында оқу орындары мен білім беру ұйымдарының өкілдері заманауи трендтерді талқылайды. Тәжірибелермен бөліседі және дамудың жаңа стратегияларын әзірлейді. Жалпы семинар 2 күнге шақталған. Әсем Кенжеболатова, Ақжүніс Мұқатай, Қуанар Абдрахманов, жаңалықтар қызметі.